Қайырлы күн, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Ағылшын тілі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткенде өзім уәде бергендей, мен бүгін сіздерге сөйлеммен сөйлемді бір-бірімен майдағы байланыстыратын сөздермен таныстырамын. Әртүрлі жағдайға байланысты айтылатын сөздер. Linking words деп аталады ағылшынша. Бұл сөздерді менің бүгінгі беретін сөздерім кішкене ресми сөздер. Бұны көбінесе біз әртүрлі шығармалар, эсселер және IELTS-тың Writing Task 1, Writing Task 2 әсіресе жазғанда қолданамыз. Ауызша бұл сөздерді көп қолданбаймыз. Ауызша біздің сөйлеу мәнеріміз неғұрлым табиғи, ауыз екі тілге жақын болу керек. Сонымен кеттік. Өткенде айтқандай, linking words-дің мыңдаған, миллиондаған түрі бар. Мен бүгінгі сабақта сіздерге солардың ең жиі қолданылатынын беріп отырмын. Ағылшын тілінде өз пікірімізді білдіргенде сөйлеуімізді мынандай сөздерден бастауымызға болады. I think, I believe, in my view, from my perspective, from my point of view. Бұл сөздердің бәрі менің ойымша, менің пікірімше, мен осылай деп ойлаймын деп аударылады. Мысал үшін, from my perspective, sedentary lifestyle causes health issues. Бұл сөйлемді қалай аударамыз? Менің пікірімше, сидячий образ жизни адамның денсаулығына зиян келтіреді деген сөзге sedentary lifestyle, сидячий образ жизни деп аударылады, яғни кеңсе қызметкерлерінің жұмысы. Өз шығармамызда қандай да бір пікір туралы ойымызды жазып келе жатып, тағы да қосымша ақпарат бергіміз келсе, төмендегі сөздерді қолданамыз. Олар additionally, in addition, moreover, also, furthermore. Бұлардың бәрі сондай-ақ, сонымен қатар, оның үстіне деп аударылады. Мысалы, this house is pricey. Moreover, it is far away from the city center. Мына үй қымбат, оның үстіне қала орталығынан ұзақта. Мына слайдта өзіңіз көріп отырғандай giving examples деп жазылып тұр, яғни сөзімізде пікірімізді қандай да бір мысалдармен дәлелдеу үшін қолданатын сөздер. Олар for example, for instance, to illustrate, мысал үшін, such as, namely, нақтырақ айтсақ, дәлірек айтсақ деген сөз. Мысалы, e.g. деген мысалы дегеннің қысқартылған түрі. Big plants cause environmental damage, such as air pollution, water contamination and health issues. Ірі заводтар экологияға зиян тигізеді. Мысалы, ауаның ластануы, судың ластануы және адамдардың денсаулығының тиетін зиян деген сөз деп аударылады шамамен. Қандай да бір пікірдің нәтижесі және салдары туралы сөйлеген кезде мына сөздерді қолданамыз. As a result, therefore, thus, for this reason. Нәтижесінде, соның салдарында, therefore, поэтому деген сөзде сондықтан, for this reason, сол себепті деген сөз. Мысалы, big plants cause environmental damage such as water, air, pollution, etc. etc. деген және тағы басқа деген сөз. Therefore, these plants shall implement environmental protection plans. Ірі зауыттар қоршаған ортаға зиян тигізеді. Мысалы, ауаның, судың ластануы. Сондықтан, therefore, мұндай зауыттар қоршаған ортаны қорғау жоспарын енгізу керек деген сөз. Бұл слайдта қандай да бір пікір туралы айтып келе жатып, соған қарсы аргумент келтіргіміз келсе, пайдаланатын сөздер келтірілген. Олар however, nevertheless, although, in spite of, irrespective of. Яғни дегенмен, бірақта деп аударылады, қарсылықты пікір білдіру үшін. Мысал үшін, quarantine caused some damage to businesses. However, lots of business owners saw new opportunities and shifted their business to online. Карантин көптеген бизнеске зиян келтірді. Дегенмен, however, lots of business owners, көптеген бизнес иелері жаңа мүмкіндікті пайдаланып, өз істерін онлайнға аударды. Бұл слайдта көрсетілген сөздерді сіз өз пікіріңіздің ішінде қандай да бір жағдайға акцент бергіңіз келсе, ол туралы нақтылап айтқыңыз келсе қолданасыз. Олар мыналар: particularly, in particular, екеуі бірдей, specifically, obviously, clearly. Бұлардың бәрі нақтырап айтсақ, дәлірек айтсақ деп аударылады. Мысал үшін,
Sedentary lifestyle cause health issues. Sedentary lifestyle'ды жаңа айттым, сидячий образ жизни. Яғни офис қызметкерлерінің отырып істейтін жұмыс режимі денсаулыққа зиян келтіреді. Therefore, people have to take preventative measures. Сондықтан адамдар денсаулықты қорғайтын шараларды орындау керек. In particular, making a break every hour and do exercises. Нақтырап айтсақ, немесе дәлірек айтсақ, әрбір 1 сағат сайын үзіліс жасап, әртүрлі жаттығулар орындау керек деген мағынада айтып тұр мына сөйлем. Өз пікірімізді жазып келе жатып, себебі, өйткені, сол себепті деген сөздерді қолданғымыз келсе, ағылшынша мына сөздерді жазамыз. Since, because, due to, owing to. Мысалы, kids shall not be allowed using smartphones or tablets non-stop since it will impair their eyesight. Балалар смартфондар мен планшеттерге үздіксіз жабысып қалуға болмайды, себебі олардың зрениесіне зиян келеді деген сөзге eyesight зрение, көздің көру қабілеті яғни. Сонымен шығармамыздың соңына да келіп жеттік. Шығармадағы соңғы сөйлемді қалай аяқтаймыз? Ойымды қорытындылай келе айтарым. Сөзімді қорытындылай келе айтарым деген сияқты сөздер мыналар. In conclusion, to conclude, to sum up. Мысал үшін. In conclusion, parents should come up with different activities so kids can spend less time staring at their tablets. Сөзімді қорытындылай келе айтарым. Ата-аналар әртүрлі ойындар, шаралар ұйымдастырып, балалардың планшетті пайдалану уақытын азайту керек. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тәмам. Өздеріңізге ұнаған сөздерді алып, сөйлем құрап, пікір қалдырыңыздар. Мен тексеріп сіздерге айтамын. Сау болыңыздар.